Қайырлы күн достар. Бүгін біз манты тамағын дайындайтын боламыз. Бірінші менің видеомды көрмес бұрын менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше манты тамағымызды дайындайық. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұнымызға бір ас қасық тұзымызды, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне салқын суымызды қосып, осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Болғаннан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Менде үлкен 2 күлше шықты. Осылай әбден июі қанғанша жақсылап қамырды илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, теңдей 2 күлшеге бөлетін боламыз. Ұнымыздың көмегімен осылай жақсылап күлшемізді илеп аламыз. Дайын болған күлшелерді тарелкамызға кішкене ұн сеуіп, күлшелерімізді сол жерге қоямыз. Бетін жауып 20 минуттай қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Салмасына менде жарты капуста, іш май, 1 дана картошка қостым. Және 1 сәбіз. Сәбізді өте майдалап тураған жақсы болады. Мінекей видеода көрсетілгендей кубиктеп өте майдалап турап шықтым. Мен 2 пияз қостым. Пиязымызды осылай жіңішке қылып турап, кубиктеп турап шығамыз. Сол кезде біздің мантымыздың дәмі өте ерекше күшті болып шығады. Менде сиыр етінен дайындалған фарш, үстіне 1 ас қасық қара бұршымызды, жарты ас қасық тұзымызды және 100 мг салқын суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің фаршымыз дайын. Енді июі қанған жақсы қамырымызды жаюға кірісеміз. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Мінекей видеода көрсетілгендей қамырымыз өте жақсы тынған. Қолымызбен де осылай жақсылап жайып аламыз. Әрі қарай оқтаумен жаюға кірісеміз. Барлық жерін жұп-жұқа етіп жайып шығамыз қамырымызды. Менде қамырдың жаю ұзақтығы 4-5 минут аралығы болды. Қамырды жаятын кезде бастапқыда осылай алғашқыда ұнды көбірек сеуіп шығамын. Қамыр дайын болуға сәл қалған кезде ұнды сеппей жая бастаймын. Дайын болған қамырымызды енді кесе бастаймыз. Оқтаудың көмегімен осылай барлық жерін бірдей қылып қойып аламыз. Енді 4 бұрышты формада осылай кесіп шығатын боламыз. Кесілген қамырларымызды бәрін осылай салып, үстіне салып шығамыз. Болғаннан кейін барлығын бірдей қылып 4 бұрышты етіп кесеміз.
Қамырымыздың барлығын осылай біркелкі етіп қойып шығамыз. Үстіне 2 ас қасықтан фаршымызды саламыз. Дайын болған мантыларымызды мантабаркеге майлап орналастырамыз. Менде мантының пісіру ұзақтығы 40-45 минут шамасы болды. Енді бетіне тұздық дайындаймыз. Мен тұздыққа 1 пияз, жарты тәтті бұрыш, жасыл және жарты қызыл тәтті бұрыштан қостым. Сковородкаға кішкене май құйып, салмасын барлығын бірден салып қуыра бастаймыз. Қуырылып болғаннан кейін үстіне 100-150 миллиграммдай су құйып 5 минут бұқтырып қоямыз. Переціміз піскеннен кейін кішкене укроп сеуіп тұзымызды саламыз. Барлығын осылай жіңішке етіп турап аламыз. Менің мантым да барлығы міне дайын болды. Видеода көрсетілгендей күшті дәмді болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.